Дженнифер Лопеске шапан кигізіп, ет асып бермек. Әлемдік жұлдыздың Қазақстанға келуіне орай ұйымдастырушылар арнайы мәдени бағдарлама құрып қойыпты, алайда оның жүзеге асу аспауы әншінің сол кездегі жағдайымен уақытына байланысты болмақ. Айта кетерлігі, Джейлоның Алматыдағы ән кешіне ақш, Еуропа елдері, Ресей мен Қытай азаматтарына дейін билет сатып алыпты. 29 мемлекеттен туристер билет сатып алды. Оны санағанда 8.000 адамдар біздің Қазақстанды көреді, Алматыны көреді. Бұл біздің енді үлкен үлесіміз деп санаймыз. Шетелдік туристер Алматыдағы қонақ үйлер мен қоғамдық тамақтану орындарына жалпы сомасы 5 миллиард теңге пайда әкелмек. Дженнифер Лопестің өзі де Қазақстанға 100-ден аса адаммен келеді. Бишілерінен бастап күзетшілеріне дейін түгел командасы біздің топыраққа табан тірейді. Алматының орталық стадиондағы концертке 25 мың билет сатылымға шығарылған. Бүгінге дейін соның 90% өтіп кетіпті. Қызығы сол ең қымбат билеттер бірінші сатылған. Олардың құны 180 мың теңге. Ал ән кешінің ең арзан билеттері 40 мыңнан.